Сәлем, бұл математика 0-ден бастап курсы 2-ші сабақ. Бүгін өтетін тақырыбымыз ең үлкен ортақ бөлгіш және ең кіші ортақ еселік. Тақырып жоспары құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу, екінші ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік және есептер шығару. Бірінші өтетін тақырыбымыз құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу дегеніміз оны тек қана жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазу. Мысалы 15 саны. 15 санын 3 және 5. 3 және 5 сандардың көбейтіндісі түрінде жазуға болады. Себебі 3 те 5 те бізде жай сан. Келесі мысалы 28. 28-ді 2 көбейту 2 көбейту 7. Бізде ең кіші жай сан ол 2. 2 көбейту 2 көбейту 7. 7 де бізде жай сан. Осылай барлық санды жай көбейткіш түрінде жазуға болады. Оларды қалай жіктейміз? Соған тоқталайық. Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу. Мысалы 420 саны. 420 санын жай көбейткіштерге жіктеу үшін осындай бірінші сызық сызамыз. Бұл жіктеу түрі баған түрінде жіктеу деп аталады. Ең кіші жай сан 2 болғандықтан 2-ке бөлеміз. 2-ке бөлген кезде 210, 210 тағы да 2-ке бөлінеді, тағы 2-ке бөлеміз. 105, 105-ті 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлгенде 35, 35-тен 5-ке бөлсек 7, 7-тен 7-ге бөлсек 1. Ең соңында 1 шығу керек. Енді осыны мына сызықтың бағаның екінші жағында тұрған сандарды көбейтсек, осы 420 саны шығады. Бұлар бізге ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ еселікті табу үшін қажет. Келесі, екінші өтетін тақырыбымыз ең үлкен ортақ бөлгіш. Берілген натурал сандардың ең үлкен ортақ бөлгіші деп, сол сандардың әрқайсысы бөлінетін ең үлкен натурал санды айтады. Мысалы, 56 және 98 сандарын қарастырайық. Осы екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз керек. Ең алдымен жай көбейткіштерге жіктейміз. Бұл жерде 2, 2 және 7 екен, 3, 2 және 7. Бұны қысқартып 2-нің кубы және 7 деп жазсақ болады. Мысалы, 56 ол бізде 2-нің кубы көбейту 7. Келесі 98. 98 бізде ол. Так, 2 бір рет кездескен екен, 2, 7 2 рет кездескен, 7-нің квадраты және 1. 1-ді жазбай қойсақ болады. Енді ең үлкен ортақ бөлгіш табу үшін екеуінде де кездескен санды табуымыз керек. 2-нің кубы, ал мына жерде только 2. Сондықтан тек біз 1, 2-ні ғана аламыз. 2, келесі 7, мына жерде 1 7 бар екен 56-да, ал 98-ге 2 7, тек біреуін ғана аламыз. 7. Егер мына жерде 7-нің квадраты болса, оны екеуін де алатын едік. Бірақ бізде 7-нің бір өзі болғандықтан тек 7-ні аламыз. Яғни бұл екеуін көбейтсек, бізде 14. Яғни 56 мен 98 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 14-ке тең екен. Келесі мысал 756 және 1848 сандарының ең ортақ бөлгішін табайық. 756 санын жай көбейткіштерге жіктегенде 2-нің квадраты көбейту 3-нің кубы және 7. 1848 санын жіктегенде 2-нің кубы көбейту 3, көбейту 7, көбейту 11. Енді екеуінде де бар сандарды табайық. 2-нің квадраты. 2-нің квадраты келесі санда бізде 2-нің кубы. 2-нің квадраты яғни екеуінде де бар. Сондықтан 2-нің квадратын жазамыз. Келесі 3-нің кубы. 3-нің кубы, ал келесі санда, екінші санда 3-нің өзі ғана бар. Сондықтан тек 3-ті ғана жазамыз. Тек 3-ті. Келесі 7. 7 екі санда да бар екен. 7-ні жазамыз. Келесі 11. 11 тек 1848-де бар, сондықтан оны жазбаймыз. Яғни тек біреуінде ғана бар ол себебі. Енді осы бірдей сандарды көбейтеміз. Көбейткенде бізде 84 саны шығады екен. Яғни 756 және 1848 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 84-ке тең. Келесі өтетін тақырыбымыз ең кіші ортақ еселік. Еселік тақырыбын өткен сабақта өткен болатынбыз. Өткен видео сабақта. Енді 3 сан еселігін тауып көрейік, мысал ретінде қайталау болсын. Ең кіші еселік ол бізде 3, сол санның өзі ары қарай 6, 9, 12 жалғаса береді осылайынан. Яғни осы 3-ке қалдықсыз бөлінетін сандар. Енді дәл қазір 2 немесе одан да көп сандардың ең кіші ортақ еселігін табатын боламыз. Алдымен анықтаманы оқиық. Берілген натурал сандардың әрқайсысына еселік болатын ең кіші натурал санды сол сандардың ең кіші ортақ еселігі деп айтамыз. Еселікті табудың осы 4 жолын білуіміз керек. Осы 4 қағиданы орындасақ, еселікті табамыз. Бірінші, берілген натурал сандарды жай көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Екінші, берілген сандардың ең үлкенінің жай көбейткіштерін жазуымыз керек. Үшінші, оны
оның жіктелуінде жоқ, бірақ басқа сандардың жіктелуінде бар, жай көбейткіштермен толықтыруымыз қажет. Қазір есеп шығарғанда түсінетін боламыз. Төртінші, шыққан көбейткіштердің көбейтіндісін табуымыз керек. Ендеше мысалдар қарастырайық. Ең алдымен жеңіл сандардан қарастырып көрейік. Мысалы 30 және 12 сандарын осы сандардың ең кіші ортақ еселігін табайық. Ең алдымен жай көбейткіштерге жіктейік 30 санын. 30-ды 2-ге бөлсек 15, 15-ді 2-ге бөлсек, 2-ге бөлмейді, 3-ге бөлсек. Жазып кеттік қой. Так, мұнда 2 болды, мына жерге 3. 15-ді 3-ге бөлсек 5, 5 тек 5-ге ғана бөлінеді. Тең 1. Енді 12-ні. 12-ні 2-ге бөлсек 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3, 3-ті 3-ге ғана бөле аламыз. 1. Келесі, енді осы екі сандардың ең кіші ортақ еселігін табайық. Ең бірінші үлкен санның жай көбейткіштерінің барлығын жазуымыз керек. 2, 3, 5. Келесі 30-дың көбейткіштерінде жоқ, бірақ 12-нің көбейткіштерінде бар сандарды жазамыз. Қазір басқа түстен ауыстырайын. Мына жерде 2 бір ғана рет тұр. Сол 2-мен мына 2-ні қысқарттық деп ойымызша алайық. Бірақ бізде мына 2 қалып қояды. 12-де тұрғандықтан оны жазамыз. Яғни келесі санда тұрғандықтан оны жазамыз. Келесі 3 саны. Бізде 3 саны мына жерде де бар, оны жазбаймыз. Енді осы сандарымызды көбейтеміз. 2-ні 5-ге көбейтсек 10, 10 көбейту 3-те 2-ге көбейтсек 6 тең 60. Яғни 30 және 12 сандарының ең кіші ортақ еселігі 60 саны. Енді мына жоғарыдағы мысалға назар аударайық. Дәл осындай мысал 56 және 60 сандары. 56-ның жай көбейткіштерге жіктегенде 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту 7. 60-ты жай көбейткіштерге жіктегенде 2 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 5. Енді үлкен санның көбейткіштерінің барлығын жазамыз. Яғни 60 санның жай көбейткіштерінің барлығын жазамыз. Мына жерде көрсетілген. Мына 5-ке дейін осылардың барлығын жазамыз. Келесі 60 санның көбейткіштерінде жоқ, бірақ 56-да бар сандарды жазамыз. Мына 2-мен мына 2-ні қысқарт десек, одан келесі 2-мен келесі 2-ні қысқарды деп ойымызша есептесек, бізде тағы да келесі санда 2 қалады. Сондықтан осы 2-ні де жазамыз. Көбейту 2. Келесі бізде 7 саны. Яғни 60-тың көбейткішінде жоқ 7 саны, бірақ 56-да бар. Сондықтан 7 санында тоже тіркеп көбейтіп жазамыз. Сол кезде осы сандардың барлығын көбейткен кезде бізде 840 саны шығады. Яғни 56 мен 60 санның ең кіші ортақ еселігі 840 саны. Ендеше осы ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ еселікке есептер шығарайық. Бірінші есеп, ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыздар. Бірінші мысал 12 және 32. Бірінші жай бөлшекке, жай көбейткіштерге жіктейік. 12-ні 2-ге бөлсек 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3, 3-те тек 3-ке ғана бөле аламыз 1. Яғни 12-нің көбейткіштері 2, 2, 3. 32-ні жазайық. 32-ні 2-ге бөлсек 16, 16-ны 2-ге бөлсек 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4, 4-ті 2-ге бөлсек 2, 2-ні тек 2-ге ғана бөлеміз. 1. Енді екеуінде де ең үлкен ортақ бөлгіш табуым үшін екеуінде де бар сандарды теріп жазайық. Басқа түске ауыстырайын. 2 бар. Так, 2 бар екен. Так, келесі 2. Екінші 2 ол да бар екен. Яғни 2 көбейту 2, 3. 3 саны бізде жоқ. Яғни бізде уже 3 саны келесі 32 санда жоқ. Оны жазбаймыз. Яғни 4. Осы екеуін ғана көбейтеміз. Екеуінде де бар сан, ол 2 рет кездескен екен, тек сол сан екен. Екеуін көбейтсек, бізде 4 саны шығады екен. Яғни екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші 4 саны. Келесі мысалды қарастырайық. Аны жүріп тастайын. Келесі мысал 30 бен 42. 30. Бірінші 30-дің жай көбейткіштерге жіктейік. 30-да 2-ге бөлсек 15. 15-ті тек 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлсек 5, 5, 1. Келесі 42 сан екен. 42 сан 2-ке бөлсек 21, 21-ді 3-ке бөлсек 7, 7-ні тек 7-ге бөлеміз 1. Ең соңында осылай 1 шығу керек.
Енді екеуінде де бар сандарды теріп жазайық. 2 саны 2 бар ма? Бар. Ол яғни 2 екеуінде де бар, сондықтан жатады. Көбейту. Келесі сан бізде 3. 3 42-де де бар, сондықтан 3-те де жатқызамыз. Келесі 5. 5 саны бізде 42-де жоқ, сондықтан 5-те жатқызбаймыз. 7 санында дәл солай, 30-да жоқ, сондықтан 7-ні де жатқызбаймыз. Екеуін көбейтсек 6. Яғни 30 және 42 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші 6 саны. Дәл осылай үшінші мысалды шығарайық. Үшінші мысал 35 пен 60 саны. 35-ті бөліп жазсақ, 35 3-ке бөлінбейді, 35 5-ке бөлінеді. 35-ті 5-ке бөлсек 7. 7 тек 7-ге ғана бөлінеді. 1. Және 60 саны. 60 саны. 60-ті 2-ке бөлсек, кіші сандарға бөлуіміз керек. 60-ті 2-ке бөлсек 15, 15-ті 3-ке бөлсек 5, 5-ті тек 5-ке бөлеміз. Тең мына жерде 1 қалу керек. Енді екеуінде де бар сан. Екеуінде де бар сан, ол бізде тек 5. Көп таңдарыңыздай. Яғни бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші 5-ке дейін екен. Дәл осылай 4-ші, 5-ші, 6-ші мысалды шығарамыз. Ендеше келесі тақырыптың мысалына өтейік. Сандардың ең кіші ортақ еселіктерін тиімді жолмен табу. Сандардың ең кіші ортақ еселігін табудың жолы 4 жолын білеміз. 10-ші шығарайық. 6 және 8 сандары. Бірінші жай көбейткіштерге жіктейміз. 6-ны 2-ке бөлсек 3, 1. 8. 8-ді 2-ке бөлеміз. 4. 4-ті 2-ке бөлеміз. 2. 2-ні 2-ке бөлеміз. 1. Енді ең үлкен санның көбейткіштерінің барлығын жазамыз. 2 көбейту 2 көбейту 2. Ең үлкенін жаздық. Келесі осы 8-де кездеспейтін, бірақ 6-да кездесетін көбейткіштерді жазамыз. Ол бізде 3. Яғни 8-де кездеспейтін, 8-де кездеспеу керек, бірақ 6-да кездесу керек. Ол бізде 3. Көбейту 3. Осылардың барлығын көбейтсек 6. 6-ны 2-ке бөлсек 12, 12-ні 2-ке бөлсек 24. Яғни біздің 6 және 8 сандарының ең үлкен ортақ еселігі ол бізде 24-ке дейін екен. Келесі мысалды қарастырайық. 4 пен 7. 1 минут өшіріп алайын. Келесі 4 пен 7. Бірінші 4-тің көбейткіштерге жіктеп жазайық. 4-ті 2-ке бөлсек 2, 2-ні 2-ке бөлсек 1. 7 саны. 7-ні тек 7-ге ғана бөлеміз. 7 2-ке 3-ке бөлінбейді. 1. Енді ең үлкен санның, ереже бойынша ең үлкен санның көбейткіштерін жазамыз. 7 көбейту. Келесі санда бар, яғни 4-тің көбейткішінде бар сандарды жазамыз. 2 көбейту 2. Яғни 7-де жоқ, 4-те бар көбейткіштерді жазамыз. Сол кезде бізде 7-ні 2-ке бөлсек 14, 14-ті 2-ке бөлсек 28. Яғни біздің 4 және 7 сандарының ең кіші ортақ еселігі ол 28-ге тең. Келесі мысалды қарастырайық. 9 пен 15. Бірінші 9 санын жазамыз. 9 2-ке бөлінбейді, 9 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлсек 3, 3, 1. Келесі 15 саны. 15 санын жазған. 15 3-ке бөлінеді 5. Тек 5. Ең үлкен санның көбейткіштерін жазып аламыз. 3 көбейту 5. Келесі. Енді дәл жаңағыдай мына 3 пен мына 3-ті қысқарып кетті деп ойласақ, бізде келесі көбейткіште тағы 3 қалып тұр. Сондықтан осы 3-ті жазамыз. Көбейту 3. 3-ті 3-ке бөлсек 9, 9 5 45. Яғни 9 пен 15 санының ең кіші ортақ еселігі 45-ге тең. Келесі мысалды қарастырайық. 4 пен 15. 1 минут. 4 және 15. Бірінші 4-ті жазып аламыз. 5 және 15 екен. 5 және 15. 5 тек бізде 5-ке бөлінеді. 1. 15-ті жазайық келесі. 15-ті 3-ке бөлсек 5. 5, 1. Бірінші үлкен санның көбейткіштерін барлығын жазамыз. Яғни 3-ті де 5-ті де жазамыз. 3 көбейту 5. Көбейту бізде 5 мына жерде кездескен, сондықтан келесі санда жоқ уже. 3-ке 5-ті көбейтсек 15. Бұл жерде ең үлкен, ең кіші ортақ еселігі 5 пен 15. Егер екінші сан бірінші санға бөлінсе, сол сан ең кіші ортақ еселік болып саналады. Яғни бізде 5-тің еселігі 15. Сондықтан
15 бізде ең кіші ортақ еселік болып саналады. Келесі 6 мен 10. 6-ны көбейтішкерге жіктесек, 6-ны 2-ге бөлсек 3, 3, 1. 10 саны. 10-ды 2-ге бөлсек 5, 5-ті тек 5-ге бөлеміз 1. Ең үлкен сан бұл жерде 10. 10-ның көбейткіштерін жасақ 2, көбейту 5, көбейту. Мына жерде мына 2 мен мына 2-ні ойша қысқарды десек, бұл 2-ні жазбаймыз. Бірақ 3-ті жазамыз. 15, 15-ті 2-ге көбейтсек, 15-ті 2-ге көбейтсек 30. Яғни 6 және 10 сандарының ең кішкентай бөлгіші, ең кішкентай ортақ еселігі 30-ға тең. Ары қарай осылай есептерді жалғастырамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліңіздер.